Так, балалар, бүгін сіздерге синус, косинус, тангенс, котангенс функцияларының бұрыштық мәндерін қалай оңай жаттауға болатын туралы сіздерге өз әдісімді көрсетпекші. Демек, назар аударыңыздар. Демек, алғашқы 0, 1, 2, 3 және 4 сандарын жазамыз. Демек, әрқайсына түбір астына алатын болсақ, және барлығын 2-ге бөлеміз. Демек, бұны жатталса да қиын емес. Сонымен, түбір астынан 0-ден 0 шығады, 0-ді 2-ге бөлетін болса, жауабы 0. Түбір асты 1-ден 1 шығатынымызды білеміз. Демек, жауабы 2-ден 1. Түбір асты 2, түбір асты 3 олар қалады. Демек, түбір асты 4-ден 2 шығады. Демек, 2-ні 2-ге бөлетін болса, жауабы 1 екені белгілі. Демек, синустар келіп шықты. Келесі жұмысымыз косинусты жазатын кезде біздер бұны кері ретімен жазамыз. Демек, алғашында 1, 2-ден түбір асты 3, 2-ден түбір асты 2, 2-ден 1 және 0. Келесі, тангенсті табу үшін біздер білесіздер, тангенс деген бұл синустың косинусқа қатынасы. Демек, 0-ді 1-ге бөлеміз. 0, 2-ден 1-ді 2-ден түбір асты 3-ке бөлсек, түбір асты 3-ден 1, түбір асты 2-ден түбір асты 2-ке бөлсек, 1, түбір асты 2-ден түбір асты 3-ді 2-ден 1-ге бөлетін болса, жауабы түбір астында 3, және сәйкес түрде 1-ді 0-ге бөле алмаймыз, сондықтан оның шешімі жоқ дейміз. Сәйкес түрде котангенсті жазу үшін, яғни кері ретпен жазып шығамыз. Демек, минус шешімі жоқ. Түбір астында 3, 1, түбір асты 3-тен 1 және 0. Осылай біздер тригонометриялық функциялардың бұрыштық мәндерін осылай оңай жаттауға болады екен.